Сәлеметсіздер ме? Бүгін өте оңай дайындалатын манной каша қосылған пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 кесе манной каша, 1 кесе қант, 1 кесе айран, ерітілген май 6 кесе, 11 кесе және жұмыртқа 4, разрехитель ванилин керек болады. Ең алдымен біз айранмен, 1 кесе айранмен, 1 кесе манной кашаны араластырып аламыз. Міне біз каша мен айранды араластырып алдық. Енді осы дайындалған массаны 40 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте 4 жұмыртқаға қант қосамыз. Және де қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біз қант пен жұмыртқаны араластырып алдық. Енді оған май қосамыз. Және де тағы бір жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ванилин мен разрехительді қосып тағы да араластырып шығамыз. Мінекей дайын болған массаға енді 1 кесе ұнды қосып жақсылап тағы араластырамыз. Міне біз барлығын жақсылап тұрып араластырып алдық. Міне бізде барлығы дайын болып қалған сияқты. Енді кесе осы массаға мынаған қосып жақсылап тұрып екеуін бірге қасықпен араластырып шығамыз. Айта кеткенде манной каша мен айран қосылған масса 40 минут тұрған болатын. Егер 40 минут тұрса, онда ол өте жақсы нәтиже көрсетеді. Міне біз қасықпен жақсылап тұрып араластырып алдық. Массамыз дайын болды. Тестамыз. Енді оны кез келген осындай формаға астын майлап саламыз. Міне біз формаға келтіріп салып алдық. Енді бұны пешке 180 градустыққа саламыз. Міне біз пешке салып жатырмыз. Және де бұл беті қызарып 20-25 минуттың ішінде тез піседі. Керемет, өте дәмді әрі жұмсақ пирогымыз дайын болды. Ас болсын.